Сәлем достар, менің арнам қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Дамира, бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын және де тез оңай жасалатын тағамның рецептін бөлісемін. Бұл тағамды дайындау үшін керек ингредиенттің барлығын описание мөлшерін жазып қоямын. Ең алдымен осылай сәл қаттырақ мұздатқышта тұрған етті жіңішкелеп турап, соломкаға турап аламын. Енді дәл видеодағыдай соломкаға тураймыз. Бұлай турау себебіміз етіміз тез пісу үшін. Пиязды да дәл солай соломкаға турап аламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық май құямыз. Орташа отта барлығын қуырып бастаймыз. Қызған майдың үстіне етті салып қуырамыз. Осылай еттің сөлі шығады, яғни соғы шығады. Бұл сок кеткенге дейін тағы да қуырып аламыз. Міне дәл видеодағыдай соғы кетуі керек. Енді осының үстіне туралған пиязымызды салып 10 минут көлемінде қуырып отырамыз, қақпағын жауып. Арасында қақпағын ашып араластыруды ұмытпаңыз. Міне пиязымыз дайын болды. Енді осының үстінен 2 ас қасық соевый соус құйып жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз. Мен паприка, тұз және қара бұрыш салдым. Барлығын дәл видеодағыдай жақсылап араластырып қуырып аламыз. Мұздатылған көкөністерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қатырылған көкөністерді мен дүкеннен алдым. Өте оңай және дәмді болып шығады тағам. Бұл жерде фасоль бар, тағы да сәбіз, жүгері, одан кейін жасыл бұршақ бар. Және тағы да болгар бұрышы бар. Асты жабысып қалмау үшін су құйып аламыз. Көп мөлшерде су құюдың қажеті жоқ. Қақпағын жауып 10 минут көлемінде бұқтырамыз.
арасында осылай 1-2 рет араластырсаңыз болады. Міне достар, тағамыз дайын болды. Өте әдемі болып түсі шығады. Және де соғы бар міне. Керемет. Еті де жұп-жұмсақ болып піскен. Міне достар, етіміз дайын болды. Енді оның қасына кез келген гарнирді қолдансаңыздар болады. Мен бүгін осындай шашыранға күрішті пісірдім. Бұл күріштің рецептісі менің YouTube каналымда бар. Қазір сілтемесін қалдырамын. Немесе картоптан пюре істеп, гречка немесе басқа қолдансаңыздар да болады. Міне біздің асымыз дайын болды. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.